Прокурорлар қамауға алынғандардың ұстау мекемелерін күдіктілі тексеруде. Біз адамдарды ұстауға негіздер болмауына байланысты 96 адамды уақытша ұстау изоляторларынан босаттық. Прокурорлар Алматы қаласының уақытша ұстау изоляторын тексеру кезінде 73 дене жарақаты бар адамдарды анықтады. Олардың ішінде 3-еуіне қатысты бұлтартпа шаралары өзгертілді. Олар қазір бостандықта. Біздің нұсқаумен ұсталғандардың арасында 29-ы оқ жарақат алғандар қалалық ауруханаларға жатқызылды. 41 қамауға алынғандар жарақаттардың ауырлығын ескере тікелей изоляторда ем алуда. Қатты кезікпен қарау, сондай-ақ медициналық көмекті көрсетпеу, ықтимал жағдайларын тәуелсіз тексеру мақсатында адам құқықтары жөніндегі уәкілі және басқа да адамдар құқықтарын қорғау ұйымдарына ұстау мекемелеріне кіруге рұқсат берілді.